Бастауыш сыныптарда оқытудың белсенді әдіс тәсілдерін қолданудың тиімділігі. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымын қайтпаса деген екен халық даналығы. Бүгінгі күні оқушылар ақпаратты қалаған жерінен кез келген уақытта таба алады. Бүгінгі күні мұғалім жалғыз ғана ақпарат көзі болып табылмайды. Белсенді әдістерді тиімді пайдалану арқылы оқушыларға өз бетінше жұмыс жасауына мүмкіндік береміз. Сонымен қатар тапсырманы кезеңдер бойынша орындата отырып, оқушылардың деңгейін анықтай аламыз. Сонымен қатар кері байланыс беру арқылы оқушыларды оқуға деген ынтасын арттырамыз. Бастауыш сыныптарда белсенді оқыту мен оқыту әдістері және түрлері, яғни біз бастауыш сыныптарда оқыта отырып, белсенді оқытудың түрлерін пайдаланамыз. 4 сурет және бір әдіс әдісі, 3 қадамды сұхбат, серпілген сауал, стот талдау, сиқырлы айна әдісі, кейс стади әдісі арқылы оқушыларды сабаққа деген қызығушылығын арттырамыз. Белсенді оқыту әдістерін сабақтарымызда пайдалана отырып, оқу пәндері арасында байланыс орната аламыз. Яғни, оқушыларға білім беру бағдарламасы аясында кеңейтіріліп теңестіріледі, тереңірек білім алуларына мүмкіндік беріледі және оқушылардың оқуды анағұрлым саналы меңгерулеріне көмектеседі. Біз оқушыларға белсенді әдістерді пайдалана отырып, оқушылардың оқудағы қажеттіліктерін қанағаттандыра аламыз. Яғни оқушылардың дағдысы тереңдетіледі, өзіне деген сенім пайда болады, оқушылардың жаңа идеялары пайда болады. Сонымен қатар сабаққа деген қызығушылықтары артып, бір-біріне белсенділіктері, яғни ояна бастайды. Сабақта әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы, яғни қызықты әдіс тәсілдерді ұсыну арқылы оқушылардың уәжін арттырамыз. Зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, ынтымақтастық орната аламыз оқушылардың арасында. Оқушылардың өздігінен ақпаратты іздеп, өз бетінше білім алуға мүмкіндіктерді береміз. Қорыта келгенде, бастауыш сыныптарда белсенді әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың сабаққа деген белсенділігін арттыра аламыз. Басқаларды оқытып үйрету арқылы өздері үйренеді. Көптеген оқушылардың қолайлы ортада білім алу мүмкіндігі пайда болады.